Сәлем достар, мен бүгін сіздерге елордамыз Астана қаласының жанында орналасқан Алжир кешені туралы айтып бермекпін. Алжир дегеніміз жалпы орыс тіліндегі бірнеше сөздің қысқартылған түрі. Акмолинский лагерь, жон изменников родина. Отан сатқандары әйелдерінің Акмола лагері деп талданады. Сонау 1937 жылы Кеңес одағының халық комиссариатының арнайы бұйрығымен салынған Ақмола халық жаулары әйелдерінің лагері. Кейін баршаның аузында Алжир аталып кеткен. Азап орталығында 20 мыңға дейін нәзік жандар қамауда болған. Қарағанды лагерінің 17-ші бөлімшесінің артынан 26-ші нүкте болып құрылған осынау тозақ орталығында небір ел жайсаңдарының зайыптары, қыздары мен қарындастары жазықсыздан жазықсыз жапа шекті. Ең сұмдығы, мұнда бойына нәресте біткен аналарға да мейірімділік жасалмады. Нәтижесінде темір тордың ар жағында 1507 нәресте дүниеге келіп, олардың басым көпшілігі аштық пен суықтың құрбаны болды. Бүгінде айтулы мемориалдық кешен Қасірет қақпасы монументі. Күрес пен үміт және ашыну мен дәрменсіздік секілді екі мүсіндік композициядан, сондай-ақ еске алу қабырғасынан құралған. Жылы Ақмола облысына қарасты Целиноград ауданы Ақмола ауылында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей атсалысуымен Алжир саяси қуғын-сүргін және тоталитаризм құрбандары мұражайы мемориалдық кешен ашылған болатын. Қазіргі уақытта мұражайға келушілер назарына 1905-1916 жылдары қазақ зиялыларының саяси іс-әрекеттері, кеңес үкіметінің орнату кезеңі, ұжымдастыру және шаруашылықтың қасіреті, қазақ жеріндегі аштық, 1937-38 жылдардағы үлкен террор, Қазақстан аумағындағы ГУЛАГтың бөлімшелері, халықтарды Қазақстанға қоныс аудару, 1940-50 жылдары Қазақстандағы саяси және идеологиялық қуғындар, 1986 жылғы желтоқсан оқиғалар жеке-жеке бөлім болып ұсынылып отыр. Бүгінде осы бөлімдерде 4000-ға тарта жәдігер топтастырылған. Жертөле қабатындағы экспозицияның ортасындағы еске алу азапты күндерде мейірімділікті еске түсіргендей. Лагерде КСРО мемлекет басшыларының, әскери қолбасшылардың әйелдері мен жақын туыстары, Қазақстан басшы қызметкерлерінің әйелдері мен балалары, жақын туыстары жапа шекті. Мысалы, Сәкен Сейфуллиннің әйелі Гүлбахрам, Бейімбет Майлиннің әйелі Күнжамал, Тұрар Рысқұловтың әйелі Әзиза сынды көптеген қазақ азаматтарының әйелдері, аяулы аналар жазасын өтеді. Лагерге анасымен бірге түскен сәбилер 2-3 жасқа жеткен соң аналарынан айырып алынып, балалар үйлерінің тәрбиесіне берілді. Тұрар Рысқұлов пен Әзиза Рысқұлованың қыздары Рида мен Сауле Рысқұловалар. Рида болса өз балалық шағын Осакаровка балалар үйінде өткізген, Сауле Рысқұлова Ресейдегі балалар үйіне жөнелтілген болатын. Бейімбет Майлин мен Гүлжамал Майлинаның қызы Ғалия Майлина Осакаровка балалар үйінде өскен, өз аналарына бір жылда 2 рет хат жазған болатын. Осы хаттарда жақсы тамақ бермейді, киім жоқ деп жазуға тыйым салынған. Сондықтан балалар анашым менде бәрі жақсы, бірақ қан жетпей тұр, өмірім тәтті емес деген сөзбен жазған болатын. Алжир 1950 жылдың басында таратылып, оның тұтқындары басқа лагерлерге ауыстырылды, жер аударылды, мерзімін өтегендер босатылды. Бірақ 1956-57 жылы саяси репрессия құрбандары ақтала бастаған кезге дейін олардың көпшілігі өздерінің бұрынғы тұрған жерлеріне қайтып оралуға құқы болмады. Ол жөнінде деректі Алжир фильмі түсіріліп,
кебенек киген арулар 5 сасы жазылған. Экспозицияның жеке бір бөлігі Алжир тұтқындарының балаларына арналып отырғаны тегінен емес. Сол жылдардағы тергеушінің өзінің кабинеті, өзінің сұрқымен адам денесін тітіркендіреді. Бұған дейін айтқанымдай, бұл жер қаншама асыл аналар үшін өмірлік сынақ болса, қаншама бүлдіршіннің тағдырына балта шапты. Дәл мұндай жағдай біздің тәуелсіз елімізде қайталанбайтынына сенімдімін. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының бастамасымен біз жыл сайын мамыр айының 31 күні қуғын-сүргін құрбандарын еске алып, өткенге салауат айтамыз. Ал дәл осы Алжирден ат шаптырым жерде ғана орналасқан әдемі қаламыз Астана бүгінгі таңда бүлдіршіндердің бейбіт күлкісінің сыңғырымен өткен күндердің жарасын жазып келе жатыр. Егемен еліміздің бүгінгі балғындары еліміздің жарқын болашағы болғандықтан біз ақылды, әрі ойлы болып ер жетуге тиістіміз. Ақнұр Айболқызы, Жібек Жақпай, Асқар Абелдаев, арнайы балапан телеарнасы үшін.